Халықаралық әйелдер күніне орай Махамбет университетінде ерекше мерекелік концерт ұйымдастырылды. Бұл күні ұжымдағы ер азаматтар нәзік жанды әріптестеріне өз өнерлерін арнады. Салтанатты кешке Махамбет арулары түгел дерлік жиналды. Алдымен университет басшысы Нұрлан Хабиболлаұлы көктемнің шұғылалы мерекесі 8 наурызбен шын жүректен құттықтады. Айтуынша, университет аруларының білім мен ғылымға қосқан үлестері, жас ұрпақты тәрбиелеудегі еңбектері баға жетпес құндылық. Біздің қазіргі қоғамда әйел тек отбасының береке бірлігін ойлайтын тұлға емес. Ол мемлекеттік және саяси мәселелерге белсенді араласып, қоғам мүшесі ретінде белді қызметтер атқаруда. Университетіміздің байлығы ардагер ұстаз аналарымыз. Қазіргі таңда абыройлы қызмет етіп жатқан әріптес қыздарымызды бір әркез мақтан тұтамыз. Олар бүгінгі ұрпақ үшін үлгі өнеге. Ең асыл қасиеттерді бойына жинақтаған аруларымызға қандай мақтау да марапат та лайық. Мерекелік концертке жігіттер қауымы тыңғылықты дайындалғаны көрініп тұр. Білім ордасының азаматтары сахнада өнер көрсетіп, шаңырақтың шырағы, ұлттың ұйытқысы болған қыз-келіншектерді әсем әндермен қуантты. Университет ректоры да бұл тамаша сәттен қалыс қалмай өз әнін тарту етіп гүл шоқтарын сыйлады. Кештің ерекше қонақтары Заман тобы сахнада өнер көрсетті. Әуезді әндерін орындап жиналғандарды мың бір ала билетті. Наурыз халықаралық әйелдер күніне арналған мерекелік концерт арулардың көңілінен шықты. Мен бүкіл осы Махамбет университетінің өзімнің әріптестерімді, Гүлжахан Смайыловнадан бастап, біз өте ол кісіні жақсы көреміз, құрметтейміз. Сондықтан барлық аруларды осы халықаралық мерекемен құттықтағым келеді. Аналардың, арулардың мерекесі. Жалпы Ақжайықтың асыл арулары ғой біздің университетте. Соларға тек қана мен жақсылық тілеймін, ең басты дендері сау болсын, ғұмырлары ұзақ болсын. Әрине бізден жақсы мамандықтарды біз түлетіп шығара берейік деп айтқым келеді. Мерекелік бағдарлама барысында арнайы номинациялар мен алғыс хаттар табысталып, кештің шырайын аша түсті. Салтанатты жиынға атсалысып жүрген барша жігіттер еңбектің барлығы аруларға арналады деді. Өйткені әр нәзік жанды бар жақсылыққа лайықты.